Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста сіздермен осындай қарақұм торт дайындайтын боламыз. Қарақұмның алдымен кремін дайындап аламыз, себебі кремі бір күн бойы тоңазытқышта тұру керек. Кемінде 5-6 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Бұл үшін 400 грамм сливкемізді алып, шоколад еритіндей сәл жылытып аламыз. Қатты қыстырып жібермейміз. Жылытып алдық, енді бұған 300 грамм шоколад қосамыз. Мен таразымен өлшеп салам. Егерде сіздерде таразы болмаса, плиточный шоколадтың сыртында грамм жазылады. Соған қарап салсаңыздар болады. Осылай шоколадты салып, ерігенше араластырып аламыз. Шоколад еріді. Сонда да толық еріген жоқ. Сол себепті біз блендерлеп аламыз. Блендер болмаса миксерлейміз. Негізі бұны блендерлеу керек. Бір қалыпқа келгенше блендерлеп аламыз. Енді үй жағдайында миксерлеу беруге болады. Міне бір қалыпқа келгенше миксерлеп алдық. Осылай толықтай шоколад пен сливки араласып кету керек. Енді 300 грамм творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшікті аламыз. Оған 100 грамм сахарная пудра қосамыз. Болмаса үйдегі қантты қоса берсек болады. Бір қалыпқа келгенше жақсылап миксерлейміз. Творожный сыр қаттылау болғандықтан миксерлеу сәл қиын болады. Миксерлеп алдық. Енді бұған шоколад сливкемізді құйып, бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Бір қалыпқа келгенше миксерлеп алдық. Енді бұның бетін жауып, бір күнге тоңазытқышқа жібереміз. Креміміз дайын болғанша бисквитін дайындап аламыз. 6 жұмыртқаға 240 грамм қантты аз-аздан салып жақсылап миксерлейміз. Міне осылай аппақ болып шыққанша миксерлейміз. Енді бұған 80 грамм сұйық май құямыз. 120 грамм сүт. Барлығын осылай видеодағыдай сұйық массамызды астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Ұнымызды дайындап алайық. 205 грамм ұнға 45 грамм какао қосамыз. Және 15 грамм разрыхлитель салып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне енді дайын болған ұнымызды сұйық массамызға 2-ге бөліп салып, бұны да видеодағыдай астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Ерінбей жақсылап араластырып алайық. Ортасында ешқандай ұнның түйіршіктері қалып кетпеу керек.
Unumыздың екінші бөлігін салып алайық. Бұны да алдыңғыдағыдай астынан үстіне қарай жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді бұны диаметрі 18 сантиметрлі листімізге салып 40-45 минутта 100-110 градуста пісіріп аламыз. Бұл пісуі сәл қиындау, енді градусын төмендетіп барынша көп уақытқа пісіреміз, күйдіріп алмай. Міне, дайындап қойған креміміз тоңазытқышта бір күн тұрды, осылай болып шығады. Қараңыздар, байқағандарыңыздай қоюланып тұр. Енді бұны жақсылап миксерлеп аламыз. Кремнің дәмін айта алмаймын, енді дәл осы қарақұм мороженныйдың дәмі келеді. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Осылай торттың ішіне сыртына қолданатындай қатты крем дайын болады. Кремімізді дайындап алғанша біздің бисквитіміз де пісіп шыққан. Мен бұны суытып 4 бөлікке бөліп осылай дайындап қойғанмын. Қараңыздаршы, жұмсақ. Қандай видеодан да білініп тұр, иә? Жұмсақтығы осылай бисквит дайын болып шығады сіздерде де. Енді бисквитіміздің араларына крем жағып жинап ала берсек болады. Бисквит жылжып кетпеу үшін алдымен осындай видеодағыдай крем жағып аламыз. Содан кейін бисквитімізді жинай берсек болады. Әр бисквитімізді осылай пропиткалап аламыз. Мен сүтке қант қосып жасадым. Сіздер қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Енді кремімізді жұқалап осылай жағып аламыз. Кремімізді кондитерский мешокқа салып алдық осылай. Кремімізді енді осылай әдемілеп жағып шығамыз. Басында кремді жағуға, қаптауға қолдарыңыз түспеуі мүмкін, бірақ тортты тез-тез пісіріп жасай беретін болсаңыздар, қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді қалауларыңызға қарай жанға қоссаңыздар да болады, или қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Енді екінші бисквитімізді қоямыз, бетін сәл басамыз. Сәл ғана, ол енді қатты бассаңыздар болмайды. Енді бұның да бетін пропиткалап, дәл баяғыдай кремін жағып аламыз. Алдымен жұқалап жағып аламыз, содан кейін кондитерский мешокқа салып жағып шығамыз. Екіншісінің арасына мен банан қостым. Сіздер малина қоссаңыздар да болады. Арасын енді өз қалауларыңызға қарай жасай бересіздер. Не келесі бисквитімізге де келдік. Бұны да дәл осылай жинап аламыз. Мен бұның арасына белый шоколадты аздап сүтке қосып ертіп салдым. Сіздер де осылай қосып көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Енді соңғы бисквитімізді жинаймыз. Соңғы бисквиттің бетіне аздап ғана жағамыз кремді. Не енді дайын болған бисквитімізді бір күнге, кемінде бір күнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол кезде арасындағы кремдері сіңіп, торттың сыртын қаптаған кезде өте оңай болады. Осылай стричпен қаптап, жақсылап ауа кірмейтіндей етіп, тоңазытқышқа жіберемін. Міне мен бір күн бойы бисквитімізді тоңазытқышқа қойып алдым. Енді бұның сыртын қаптай беруге болады. Көріп тұрғандарыңыздай араларындағы кремдер сіңіп, тығыздалып тұр.
Ал енді торттың сыртын қаптауды бастаймыз. Алдымен бетіне осылай кремді жақсылап тегістеп жағып аламыз. Сосын жан жақтарына жұқалап бір жағып аламыз кремді. Бұл не үшін десеңіздер, бисквиттің ұсақтары кремге араласып кетпеу үшін алдымен осылай жұқалап бір жағып аламыз. Содан кейін дұрыстап жағып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жұқалап бір жағып алдық. Енді кремімізді кондитерский мешокқа салып, барлық жағына осылай жағып шығамыз. Жағып алдық, енді сыртын тегістей беруімізге болады. Тегістеу барысында бізге осындай шпатель қажет болады. Бұл шпатель торттың сыртын теп-тегіс өте әдемі етіп шығарады. Міне тортымыздың сыртын тегістеп қаптап алдық. Енді бұны өз қалауларыңызға қарай әрлей берсеңіздер болады. Мен молочный шоколадқа аздап сүт қосып, осылай сұйық етіп, ертіп, құйып шықтым. Сіздер де өз қалауларыңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Мен шоколадтан бөлек торттың бетіне клубникалармен әрлеп шыққан болатынмын. Сіздер қалаған жеміс жидектеріңізбен әрлесеңіздер болады, немесе жазу жазсаңыздар да болады. Міне шоколадымыз осылай болып шықты. Міне тортымыз дайын болды. Мастер-класс ұнаған болса, және де осындай тағы да мастер-класс өткізгенімді қаласаңыздар, маған тіркеліп лайк баса кетіңіздер.